Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Бір күні шал кемпірнен бауырсақ пісіріп беруін сұрайды. Кемпір үйдегі қалған ұнды жинап, қаймаққа илеп пісіріп, суытуға терезе алдына қояды. Бауырсақ терезеден домалап аулаға шығады, ауладан жолға шығады. Алдынан ұзын құлақ қоян шығады. Қоян бауырсақты жемекші болады. Бауырсақ қоянға ән салып беретінін айтады. Менің атым бауырсақ, елеуішпен елеген, қаймақпенен илеген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қоян сенен құтылу оңай! Деп қашып кетеді. Содан келе жатып, қасқырды, аюды кездестіреді. Олардың бәріне де ән айтып құтылып кетеді. Соңында түлкіге кездеседі. Түлкі қулық жасап, бауырсақты тұмсығына отыруын өтінеді. Осылайша түлкі бауырсақты алдап, ұстап алады. Оқи алу адамзаттың қол жеткізген ең тамаша жетістіктерінің бірі. Кітап оқығаннан бастап, компьютер қаптарындағы жазылған ақпаратты осы оқудың арқасында оқып білеміз. Адам баласы осы уақытқа дейін жиған терген білімінің барлығын келесі ұрпаққа тек сөйлеу арқылы жеткізе алады делік. Мұндай жағдайда сен қаншама адамға білім бере аласың? Бір адамға ма, әлде одан көп пе? Осы ойда басшылыққа ала отырып, ежелгі уақыттан ақ адамдар көрген білгендерін қағазға жазып түсіріп отырған. Жер бетіндегі халықтың көп болуына байланысты бір сұраққа қатысты сан мыңдаған пікірдің де туындайтыны анық. Мысалға, балаларға өте таныс бауырсақ атты ертегіні алайық. Бауырсақ 150 мл су, 2 қасық қаймақ, тұз, қант, ашытқы мен 2 стақан ұннан жасалған кәдімгі бауырсақ. Әрине, ертегідегі әже бауырсақты пісіру үшін бұдан да аз қоспаларды пайдаланған, бірақ мәселе мұнда емес. Бауырсақ туралы ертегінің әлем бойынша көптеген нұсқалары бар екенін бірі білсе, бірі білмейді. Мысалы, Америкада бұл ертектегі әженің қиял өте жүйрік болған екен. Ол тек дөңгелек пішіндес бауырсақпен шектелмей, оны адамның бейнесінде етіп жасап пісіріп шыққан. Америкада ертегінің кейіпкерлерінің міндетті түрде батыр достары болатыны белгілі. Сондықтан Рождество мерекесінің алдында бауырсаққа Санта-Клаус көмекке келеді екен. Вьетнамдағы бауырсақтың жолы болған. Бұл оқиғаны жазып шыққан автор ертегінің соңын жақсылықпен ұштастырған екен. Вьетнамдық ертегідегі бауырсақ ата мен әжеден мәңгілікке қашып кетіп, бақытты да баянды ғұмыр кешіпті. Бауырсақтың әдеби өмірі тіпті күлкіге айналған нұсқалар да бар екен. Мысалы, араб тіліндегі нұсқасында бауырсақ емес, керісінше ата мен апа бауырсақтан қашып кеткен екен. Ал кеңестік елдердің біріндегі ертекте бауырсақ кірпік шешен болып шыққан. Бұл әлемнің әр еліндегі бауырсақ ертегісінің өзінше нұсқалары бар деген сөз. Ал бізге ең жақыны, мейірімді, өзіміз білетін домалақ бауырсақ. Ол атадан да құтылған, ападан да құтылған. Бұл ертегіні бесіктен белі енді шыққан бала мен еңкейген қарияға дейін біледі. Бірақ сол бауырсақ деген емес кім екенін ойланып көрдік пе? Және оның неге бауырсақ атанғанын білеміз бе? Мұның себебі мынада. Бұрын халық домалақ пішіндес нанды бауырсақ деп атаған. Сенсеңдер, бауырсақ қазір дүкен сөрелерінде толып тұрған нан, бірақ бұрындар ол сәл сопақта үлгіде пісірілген. Бауырсақтың бір жағына дөңгелек болған және ата-ападан қашу үшін ертегі кейіпкері дәл сол жағымен домалаған.
Егер естеріңде болса, 2012 жылы Қазақстан халықтарының ертегі атты сериямен елімізде бауырсақ монетасы айналымға енген болатын. Монетаның номиналы 500 теңге, бірақ таңырқауға асықпаңыз. Тиын 925 сынаптағы күмістен жасалған еді. Тиынның бетіне ата-апа қоян, қасқыр, аю, түлкі және бауырсақ салынған. Сондықтан бұл кейіпкердің танымалдылығына күмән жоқ. Оның үстіне бауырсаққа арналып тек монета ғана емес, басқа да ескерткіштер жасалған. Бүгінде бауырсаққа арналған ескерткіштерді әртүрлі елдерден кездестіре аласыз. Бір елде бауырсақты ағаштан ойып жасаса, екінші мемлекет оған металдан ескерткіш құйған екен. Ал өз отанында, яғни Ульяновск облысында бауырсаққа арналған қоладан жасалған ескерткіш бар. Баяғы заманда ата мен апа бауырсақтарының осыншама танымал болатынын білмеген де шығар. Әр ел бұл ертекті өзінше құбылтқанымен, оның әдебиеттегі орны бөлек. Әр елдегі ертегінің ұрпақтан ұрпаққа берілген өз нұсқасы сақталып қала бермек. Бұның бәрі бізді айналамыздағы оқиғаларды өзіміз ойлап шығара аламыз дегенді білдіреді. Әрбір пікір өзінше құнды, өзінше бөлек. Сондықтан кім біледі, бәлкім арамыздағы біреу болашақта ғасырдан ғасырға жалғасатын бір оқиғаның авторы болатын шығар.